Жаңа енді қызғалдаққа айтып жатырсыз, әркіммен ұрса берме деген сияқты. Жалпы қызғалдақтың мінезіне байланысты не айтар едіңіз, және тағы да қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Енді адамның адам болуы жақсы ата-анадан, жақсы ұстаздан және достарынан дейді ғой Абай атамыз. Бұл жерде енді анасынан ерте айырылған қызғалдақты да кінәлауға болмайды. Енді осындай жағдайға душар болып, мектептен де ерте айырылып қалған қызғалдақ. Мүмкін жақсы ұстаздарда кездеспеген шығар, бірақ айтатыным жаңағы ортасы бар да қызғалдақтың. Мысалы баласы өсіп келе жатыр, ертең жаңағы айтып отырғанда YouTube желісінен көреді осының бәрін. Атын дұрыс жағына шығарса екен деймін да. Мысалы, ол менің жаным ашып отырғандағы әпкелік кеңесім қызғалдаққа айтатын. Себебі қазақ халқы барлығы осындай бағдарламаға шығарып, жәбір көріпті ғой деп қызғалдаққа бәрі аяушылық танытып, шашпауын көтеріп отырды. Енді өзінің дәрежесін өзі түсіріп, кім болса сонымен болмайтын нәрсеге жаға жыртысып ұрысуын мен қолдамаймын негізі. Бір-екі рет мен негізінде айтып көріп едім эфирдан тыс. Қызғалдақ оған бірақ құлақ асқысы келген жоқ. Сөйтіп енді дос күлдіріп айтады, дұшпан жылатып айтады дейді ғой. Сөйтіп осылай керісінше осылай эфирде айтқым келді, назарын аударып қызғалдақтың. Жалпы қызғалдақтың мінезі енді өзі өмірден ерте жастайынан жаңағы жәбір көріп өскен қыз ғой, соның салдарынан осындай бір мінез қалыптасты деп ойламайсыз ба? Әрине, әлбетте, өйткені жаңағы бұл қыздың балалық шағы болған жоқ қой. Бірден ерте есейіп кетуіне тура келді. Мысалы, ана атану дегенде үлкен бір кезең әйел өмірінде. Оны мысалы 20-дан асып 25-ке таяп қалған қыз келіншектердің өзі әрең өткеріп жатады ол кезеңді. Ал бұл тіптен өзі бала болып жүріп өте қиын болды деп ойлаймын. Маған қазір енді сөзбен айту оңай, Алла басқа салмасын, негізі өте қиын жағдай. Бірақ десе де адам бәрібір де қандай жағдайға душар болмасын, былай өзін ылғи тәрбиелеп, айналасындағы достарын фильтрлап отыру керек деп ойлаймын. Кіммен араласып жатырмын, қандай ортада жүрмін, не істеп жатырмын, не сөйлеп жатырмын деп есеп беру керек та. Енді өсе келе мүмкін оның да мінез қылығы өзгерер, өзгереді ғой, бұл жерде жаңағы айтып жатқаным, енді жарайды, кішкентай қыз ғой, еркелік қой дей салайын десеңіз, жаңағы қызы ұлы өсіп келе жатыр ғой қызғалдақтың. Сол дұрыс жағынан, сен мысалы ертең мектепке барады, мысалы мен бәрін тереңнен ойлап отырмын да, мектепке барады, балабақшаға барады, достары, сен ана ұрысқақ қызғалдақтың баласысың ғой деген атқа қалғанын қаламаймын да баланың. Ол мысалы балаға өте ауыр тиеді, өтпелі кезеңдерде сөйтіп бетіне басып отырса, мысалы ол балаға онсыз да мысалы сен анандай жолмен дүниеге келген баласың ғой деген сөздер болады достарының арасында. Оның үстіне мынандай сөзге қалмасын деймін да. Бізде енді көрермендердің пікірі кейде екіге бөлініп жатады. Қызғалдақтың ісіне байланысты біреуі қызғалдаққа соңына дейін бар, оларды соттап жазасын алсын десе, біреулер оның да отбасы бар, кешірім бер деген сияқты пікірлер айтып жатады. Өзіңіз осы пікірдің қайсысын қолдар едіңіз? Мен кешірім берген дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі көрдіңіздер, 5 жыл өтіп кеткен, оның үстіне мына бағдарламаға келгеннің өзінде 4-5 ай болып кеткен, бір қадам жасап өйтіп жатқан жоқ, бір ар ұяттан безген адамдар екен. Жаңағы ешқандай ол кісілердің тараптарынан ешқандай болып жатқан жоқ қой іс-әрекет. Білмеймін енді, адамнан, қызғалдақтан, бағдарламадан, 31 телеарнасынан қорықпаса да Алладан қорқу керек қой адам деген. Демек, соңына дейін барып, олардың лайықты жазасын бергені дұрыс деп ойлайсыз ғой? Енді былай қарасаңыз, отбасын, обал ана баланың да, мысалы егерде сотталып сөйтіп кетсе, бірақ бұл жерде жаңағы есесі кетіп барады ғой қызғалдақтың. Ол оны кешіре алмай тұр әлі. Оған қиын болады, кешіре салса, одан кейін ол өзі зардап шегеді. Жаңа неге кешірдім деп өзін қинай беріп, өзіне қалай дұрыс солай шешсін деп ойлаймын. Және де ана кісілердің істеп отырған іс-әрекеттеріне қарай соңына дейін барған дұрыс шығар деп ойлаймын. Әрине, мұны көрермендердің басым көпшілігі де қолдайтын шығар деп ойлаймын. Себебі енді жәбір көрген кезде қызғалдақ небәрі 14 жаста, 9-шы сынып оқушысы болған. Енді жаңағы есін жиып, ненің дұрыс, ненің бұрыс емес екенін біліп түсініп, мүмкін осындай 5 жылдан салып қана осы іспен айналысып жатқан шығар. Қайткенде де әділдік орнауы керек деп ойлаймын. Жалпы
қызғалдақтың өзінің бір қандай да бір жеңілтек мінезі бар екенін байқауға бола ма, әлде ондай пікірмен сіз келіспейсіз ба? Қызғалдақ былайша айтқанда ақ көңіл қыз. Сөйлеген кезде де ол ішінде жүрегінде не тұрады, сол тілінде тұрады. Ақ көңіл қыз деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Рахмет, Сұхбатымызды сау жалғастырамыз. болыңыздар.